Бүгін қызылша жайлы айтатын боламыз. Мен Аслым Қасенқызы, педиатр. Менің каналыма тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Қызылша дегеніміз ауалы тамшылы жолмен жұғатын өте жұқпалы ауру. Науқас адам қоршаған ортада болмаса да, яғни науқаспен тікелей контакт болмаса да, ол вирус ауада 2 сағаттай сақталынып тұрады. Яғни 90% жағдайда контактта болған адам ауырып қалуы мүмкін. Инкубациялық уақыты 6-21 күн, яғни контактта болған науқас адамды біз осы уақыт аралығында бақылайтын боламыз. Қызылшаның симптомдары өте жоғары температура болады науқаста, әлсіздік, ұйықтай береді, насморк болады, жөтел болады, жарықтан қорқуы мүмкін, конъюнктивит болады, дауысы қарлығады, және де қызылшаға тән белгі балада денесінде бөртпе пайда болмас бұрын 48 сағатқа дейін баланың ұртында манная крупа тәрізді, ұсақ тұз тәрізді бөртпелердің пайда болуы, ақ түсті бөртпелердің пайда болуы. Егер сіз науқаста осындай бөртпені көрсеңіз, бірден балаға қызылша диагнозын қоя аласыз. Ол бөртпе 72 сағат ішінде сақталуы мүмкін. Тіпті кейбір балаларда ол бөртпе болмауы да мүмкін. Соның нәтижесінде диагнозды қою алғашқы уақытта қиын болуы да мүмкін. Және қызылшаға тән белгі ол баланың денесінде бөртпелердің пайда болуы. Ол бөртпе балада температура пайда болған күннен бастап екінші, төртінші күні пайда болуы мүмкін. Баланың басынан, мойнына, кеудесіне және аяғына дейін тарайды. 2-3 күннен кейін ол бөртпе қарайып, қоңырланып, кейін толықтай кетіп қалатын болады. Бөртпеден кейін екінші күні әдетте баланың жағдайы жақсаруы мүмкін. Кейбір жағдайларда жақсармай асқынып та кетуі. Қызылша диагнозын біз осмотр бойынша қоямыз, бірақ кейбір жағдайларда қызылша диагнозын қою қиын болуы мүмкін. Сол жағдайда біз анализ алуымызға болады. Ол мұрын жұтқыншағынан ПЦР қызылша аламыз, немесе венадан ифа на иммуноглобулин М қызылшаға алуға болады. Бірақ кейбір жағдайда оның нәтижелері жалған да болуы мүмкін. ифа на иммуноглобулин М анализін денеде бөртпе пайда болған күннен бастап алуға болады. Ал ифа на кор иммуноглобулин Ж-ді денеде бөртпе пайда болғаннан кейін 14 күннен кейін анықтауға болады. Ал қызылшаға ПЦР анализін денеде бөртпе пайда болған күннен бастап 3-10 күн аралығында анықтауға болады. Енді қызылшаның еміне келетін болсақ, оның спецификалық емі жоқ, емі тек симптоматикалық, яғни балаға көп сұйықтықты беру, температура болса ибуфен немесе парацетамол беру, балада асқыну болатын болса ингаляция немесе антибиотик қосу, және де ең бастысы балаға витамин А беру. Витамин А балада асқынудың алдын алуға көмектеседі. Витамин А бұл жағдайда үлкен дозада тағайындалады. Қорықпаймыз, ол передозировка емес. Ол протокол бойынша сіздің балаңыздың жасына сай тағайындалған доза. 6 айға дейін 50 мың единица, 6 айдан 11 айға дейін 100 мың единица, 1 жастан жоғары 200 мың единица тағайындалады. Күніне бір уақыт 2 күн бойы ішу керек болады. Қызылша кезінде біз асқынудан қорқамыз. Қызылша кезінде балаларда асқыну жиі кездесуі мүмкін. Тыныс алу жолдары жағынан балада отит, бронхиолит, ентікпе, пневмония болуы мүмкін, бронхоэктазы да болып кетуі мүмкін. Тіпті кейбір жазбаларда туберкулездің реактивациясы да болуы мүмкін деген ақпарат бар. Асқазан ішек жолдары жағынан балада гепатит, аппендицит, гастроэнтерит болуы мүмкін, және жүйке жүйесі жағынан балада панэнцефалит немесе энцефалит дамуы мүмкін. Жедел энцефалит балада қызылшамен ауырып жату барысында пайда болуы мүмкін. Ол 1000 баланың біреуінде кездеседі. Балада температура, құсу, судороги, тіпті комаға да түсіп кетуі мүмкін. Одан кейін балада бөртпеден кейін 2 аптадан кейін острый диссеминированный энцефалит болуы да мүмкін. Жаңағыдай симптомдар болады, плюс балада қол аяғын сезбей қалу, яғни парез болуы да мүмкін. Және қызылша кезінде біз қорқатын ең қауіпті асқыну ол острый склерозирующий панэнцефалит. Ол бала қызылшамен ауырғаннан кейін тек 5-7 жылдан кейін ғана көрініс беретін жүйке жүйесінің өте ауыр түрдегі асқынуы. Бала аяқ астынан комаға түсіп өліп кетуі мүмкін. Оның өкінішке орай ешқандай да емі де жоқ, және алдын ала анықтайтын диагностикалық анализдері де жоқ. Сол үшін де біз сіздерге екпе алудың маңыздылығы жайлы
айтып жатырмыз. Сондықтан да егер сіз қызылшасы бар пациентпен контактта болсаңыз, алғашқы 72 сағаттың ішінде қызылша екпесін алып үлгеруіңізге болады. Емханаларда 30 жасқа дейін ол тегін вакцина.